Сәлем сұлу қыздар, қал жағдайларыңыз қалай? Айнұр сұлу арнасына қош келдіңіздер. Және жасару марафонымыздың бүгін 8-ші күні. Менімен бірге жасап жүрген қыздар болатын болса, қандай әсер алдыңыздар? Егер бірінші рет көріп тұрған болсаңыздар, осы арнаға тіркеліп алыңыздар. Күнделікті біз жаттығулар, массаждар жасай отырып, жасарып жүрген қалпымыз бар. Марафонның 8-ші күні. Әлде де үлгересіздер, марафон тегін 30 күн бойы жалғасады. Бір күн бет жаттығулары, бір күн массаж түрлері және менімен бірге күнделікті жасайсыздар. Марафонның видеолары осы арнада жүктеледі күнделікті. Менің есімім Айнұр, жасым 35-те, фейс-фитнес тренері боламын. Бүгін қыздар массаж жасаймыз. Гуаша деген массаж. Скрибок гуаша естіген боларсыздар. Бұл скрибоктың неше түрлі түрлері бар. Тастан жасалған, ағаштан жасалған, неше түрлі пішіндес болып келеді. Ең көп таралған пішіні бұл осы түрі. Бұл гуаша арқылы тек қана бетке ғана массаж жасап қоймайды, сонымен қатар бүкіл денеге массаж жасай беруге болады. Бірақ мен сіздерге бүгін бетке жасалынатын массаж түрін көрсетемін. Айта кететін жайт, бұл гуаша бізде тап-таза болу керек. Екіншіден, тегіс болу керек, жан-жағын барлығы тегіс болу керек. Ұрылған, соғылған, сынған болатын болса қолдануға болмайды. Және де бетіңіз таза күйінде болу керек. Бетіңізде акне, прыщи немесе жара болатын болса, бұл массаж түрін жасамай-ақ қойыңыздар. Себебі, тағы бір айта кететін жайт, егер де сіздің аяғыңыз ауыр болатын болса, немесе осы жақында укол алған болсаңыз, немесе тұмауратып ауырып жүрген болсаңыздар, бұл массаж түрін жасамай-ақ қойыңыздар. Лимфодренаждық әсері өте зор. Бұл массаж түрінің артықшылығы неде? Бұл массаж түрі сізге қан айналымды тезірек жақсартады. Лимфодренаждың әсері бар. Егер де сіздің бетіңізде артық отек болатын болса, су көп жинала беретін болса, ісініп жүретін болсаңыз, осы массаж түрі өте жақсы көмектеседі. Және де тағы бір айта кететін жағдай, егер сіздің бетіңіз арықтау болатын болса, сіз бұл массаж түрін аптасында бір-ақ рет жасаңыздар. Себебі лимфодренаждың әсері өте үлкен, отекті жақсы кетіреді. Сол себептен бетіңіздегі артық суды ол айдап шығарып тастайды. Ал егер сіздің бетіңіз итак арық болатын болса, одан самайын арықтап кетесіздер. Ал бұл массаж түрі өте оңай жасалынады. Бірақ бір ескерту бар. Бұл массаж түрін жасаған кезде сіздер 90 градус бұлай жасамаңыздар. Бұл массаж түрін жасаған кезде 45 градусқа бұрып жасау керек. Енді 45 градус деп есептеп отырмай-ақ, бұлай жатқызып жасау керек. Бетке жасаған кезде жатқызып жасайсыздар. Және бетімізге жуып болғаннан кейін таза күйінде бетімізге май жағып аламыз. Өзіңізге ұнаған косметикалық май түрін жақсаңыздар болады. Олив майы болсын, итмұрын майы болсын, немесе өзіңізге ұнаған жажаба майы ма, немесе арган майы ма, без разницы. Беттеріңізге май жағып болғаннан кейін ал массажды бастайсыздар. Массаж бастаған кезде біз мойыннан бастаймыз. Егер де сіздің скрибоктарыңыз осындай күйде болатын болса, онда мынау ұзын жағын алып, мынау мойын басталатын бөлігінен төбеге қарай алып жүргізесіздер. Мен бетімде мойнымда май жағылған. Осылай 5 рет мойынға жасайсыздар. Әрбір жасаған қимылыңызды 5 реттен жасап шықсаңыздар жеткілікті болады. Осылай. Әдемі музыка қойып жасаңыздар, әсері зор. Осы массаж түрі мен аптасында бір рет жасаймын. Себебі күнделікті жаттығу жасаймыз, арасында массаж жасаймыз. Осы массаж түрі ұнаған болса, бетіңіз ісініп жүретін болса, осы гуашамен
бір күн жаттығу, бір күн осы гуашамен массаж жасасаңыздар болады. Жасаған кезде өте нәзік, қатты баспай, жай ғана басып жүргізесіздер. Келесі маңдайымыздан бастайық. Маңдайдың бір бөлігін саусақтарыңызбен ұстаңыздар. Мына доғал бөлігімен жан жаққа қарай айдаймыз. 3, 4, 5. 5 реттен жасасаңыздар жеткілікті болады. 1, 2, 3, 4, 5. Көзімізді ұстап тұрамыз, иә? Мына қастың астыңғы бөлігінен бастап нәзік төбеге қарай жылжытамыз гуашаны. Қатты баспаймыз, орташа басамыз. Үш, төрт, 5. Және екінші көзімізді. Байқасаңыздар, көз бен қастың ортасы кішкене ашылды, иә? Екінші көзімізге.
астыңғы бөлігін. Оңай жаттап алсаңыздар, өте оңай, музыканы қосып қойып, осылай жасасаңыздар, ол да бір медитацияның бір түрі. Енді бетімізге мұрынның мына бөлігінен бастап құлаққа дейін бұл жерде кішкене массаждап жүресіздер. 90 градус бүйтіп жасап жүрмеңіздер. Олай да болады, бірақ ол дұрыс емес. Сіздер мына лимфа дренаж жасау үшін осылай жантайтқызып апарғандарыңыз дұрыс. Келесі етті жасаған кезде мына ұзынша бөлігі астына кетеді, қысқа бөлігі үстінде тұрады. Бір қолыңызбен еттің бір жағын ұстап тұрыңыздар. Жасаған кезде өте приятно. Енді екінші жағымен тура сол қайталаймыз. Әрекеттерімізді қайталаймыз.
сосын мына носогубный складки дейді, соны қалай кетіруге болады. Ол үшін тілімізбен мынау бөлікке қоямыз тілімізді. Бес реттен қайталасаңыздар жеткілікті болады. Бұл осымен біздің гуаша массажымыз бітті. Ал массажды жасап болғаннан кейін біз міндетті түрде мына бетімізде май болғаннан кейін майдың бәрін жуып тастаймыз. Пенкамен 3-4 рет жуып тастасаңыздар болады. Май қалмайтындай, себебі май біздің әрбір порамызды жауып тастайды. Жауып тастамас үшін бетіміз демалу үшін майды жуып тастайық. Ал қыздар жуып тастадым. Бүгін тағы бір маска жағып көрейін деп шештім. Мен өзім жақсы көрем маскаларды бетке жаққанға. Үй жағдайында жасалынатын маскаларды да, бұлайша маскаларды да жақсы көрем. Бұл Faberlicтің кофе латте деген маскасы. Бетке 10-15 минутқа жағады екен. Қараңыздар, кофе латте десе кофе латте. Ақ және қоңыр кофе мен молоко сияқты. Кофе мен сүт араласқан маска сияқты. Иісі прям кофенің иісі. Бұл бабл маска екен ғой. Бабл маска деген бетте көпіртетін маска. Бетте көпірет қазір. Бірінші рет жағып тұрмын, қыздар. Менің бетім не көрмейді. Бір жақсы жаттығулар жасап, күнделікті массаж жасап жүрген болсаңыздар, беттеріңізге тез регенерация деген жаңару процестері тез болады. Тез жүреді де, сол себептен мен бетіме қандай маска жасасам да қорықпаймын, себебі егер бұзылып жатса бетім, бір-екі жаттығу жасағаннан кейін менің бетім қайта жасарып шыға келеді. Көпірме десем көпірмейді екен. Бабл маска деп жазып болған, бірақ көпіріп жатқан түрін көріп тұрған жоқпын. Көрейік 15-20 минуттан кейін қандай әсер болатынын. Иісін-ай, иісі прям кофенің иісі. Мойыма да жағып қойып. Ал қыздар, мен жуып тастадым. Вау деген эффект көріп тұрған жоқпын, бірақ бетім тазарып, кішкене тыныс алып қалған сияқты, демалып, сонда тыныс алып, кішкене рахаттанып қалған сияқты бетім. Байша енді не себепті бұл масканы жағып көрсетіп жатырмын. Себебі әртүрлі арзан да маска жағып көріп жатырмын, қымбат та маска жағып көріп жатырмын. Егер маған қатты ұнаған маска болатын болса, сіздерге арнайы сол маска жайында мен видеолар шығарып тұратын боламын. Бұл маска жайында арнайы видео шығармайтын шығармын, потому что вау деген эффект көріп тұрған жоқпын, бірақ бетім кішкене тыныс алып қалды. Енді мүмкін бірінші рет қана жасап тұрғаннан кейін мүмкін күшті әсерін беріп жатқан жоқ шығар. Көрейін, тағы да жақсылап 1-2 рет жағып көрейін. Егер де керемет әсер байқап жатсам, мен сіздерге отдельно видео обзор ретінде осы маскаға тағы видео салып өтетін боламын. Қыздар, жасаңыздар жаттығуларды, массаждар жасаңыздар, жасарыңыздар. Үйде болсақ та, далаға шықсақ та әдемі сұлу болып жүрейік, қыздар. Сұлулықтың ең бір көрсеткіштерінің бірі ол беттің тазалығы, бетке қараған кезде көзіміздің жанарының ашық болуы, беттің тазалығы және де цвет лица, контуры лица, оның бәрін әдемі қалыпқа келтіру үшін бет жаттығулары өте жақсы көмектеседі.
Қыздар жастар марафонынан қалыспаңыздар, күнделікті қараңыздар, лайк басыңыздар, тіркеліңіздер, достарыңызға, құрбыларыңызға, аналарыңызға жіберіңіздер, көрсін, жасарсын, бірге жасасын. Керемет нәтижесін өзім көріп тұрғаннан кейін сіздерге де осы арнаны жалпы арнайы сіздерге арнап ашқан болатынмын. Жақсы қыздар, келесі кездескенше сау саламатта болайық.